үй жаққа қыдырып келіп қалып едім. Тура сол уақыттарда атам мен апам машинамен қонаққа кетіп бара жатыр екен. Мырзан ағам үйге келіп, сонау абайдан бізге осы 2,5 литровый боза өздері жасаған. Соны әкеп тастап кетті. Қолдан жасалған боза. Қазір құйып алдым. Бір кесесін ішіп көреміз. Негізі осы бозаны ашытып жасайды деп айтады. Кішкене алкогольный әсері болады дейді. Дәмін қазір көреміз. Қалай екен. Светі қоңыр түсті. Иісі деген бір керемет. Қандай күшті шик. Неткен керемет. Асқазанға, денсаулыққа пайдасы өте зор деп естіп жатам. Атам мен апам осы қашан барсам да келініне үйретіп, қазірде осы бұрынғы кездерде де осы бозаны жасап отыратын. Қазір осы оққа деміні қазір бүгін қанша сөзі 23 жыл, бүгін 20-сы ма әкеп тастап кетті. Осы оққайдың боза ішеді. Бұның пайдасы өте зор. Аллаға шүкір, атамыз бен апамыз 90-ға жақындап қалды. Қымыз, боза, ағарған айран сүт өте көп ішеді. Сол себепті де денсаулықтарыңызға пайдасы мол деп ойлаймын. Сіздер де жасап ішіңіздер. Боза жасауды білесіздер ме? Сіздерге сұрағым. Білсеңіздер, рецептін жаза кетіңіздер. Егер боза сатам, ең жақсы бозаны ішкіміз келеді, жасалын үйретесіз бе дейтін болсаңыздар, мен атам мен апама барып, жеңгемнен осының жасалу жолдарын көрсетіп, сіздерге видео рецепт жолдайтын боламын. Соны жасап ішіңіздер болады. Бұл нағыз қазақтың ұлттық оригинал ежелден келе жатқан сусындарының бірі. Дәмі өте күшті. Ішіп қазір кішкене мас болып қалмайын. Кішкене басты айландырады, ұйқы шақырады, қан айналымды жақсартады. Ішіп көрсеңіздер болады. Қышқы зор. Осы арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.